Шымкент қаласының терроризмге қарсы комиссиясы тарапынан бүгін сауда орталықтарының басшыларына терроризм профилактикасы бойынша арнайы оқу-жаттығу семинары өтіп жатыр. Бұл жерде Шымкент қаласының полиция департаменті, ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан, одан кейін төтенше жағдайлар департаменті тарапынан осы мәселеге қатысты өз саласы бөлігінде тиісті түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар сауда орталықтарының басшыларына олардың негізгі міндеттері, жалпы мына инженерлік техникалық объектінің қорғалуы бойынша, олардың құқықтары бойынша, олардың міндеттері бойынша толық түсіндірме жұмыстары жүргізілді.